Сондай-ақ бүгін президент инвестициялар және даму министрі Жеңіс Қасымбекті қабылдады. Кездесуде Нұрсұлтан Назарбаев министрлік бақылауындағы мемлекеттік және салалық бағдарламалардың маңыздылығына тоқталып, олардың аралық нәтижелеріне тоқталды. Елбасы бір ғана индустрияландыру бағдарламасы қолға алынғалы 5,2 триллион теңгенің 1060 жобасы іске асырылғандығын айтты. Нәтижесінде 100 мың жұмыс орны ашылған. Нұрлы жол бағдарламасының да алғашқы нәтижелері көңілге қонымды. Бағдарлама аясында 2010 жылдан бері жөнделген және салынған жолдардың жалпы ұзындығы 5000 шақырымнан асқан. Жоспар бойынша 2020 жылға дейін тағы да 4,5 мың шақырым жол қолданысқа беріледі. Все эти программы очень важные, социальные, направлены на улучшение жизни наших казахстанцев. В частности, государственная программа индустриализации еще не обеспечила диверсификацию экономики, так мы хотели. Доля обрабатывающей промышленности ВВП существенно не изменился, 12%. Мы отдали на местный уровень кое-какие дела, да? Местные карты индустрии. Местные карты. Ну вот местные карты отдали, ответственность размазана или нет, мы поговорим на эту тему. Теперь, привлечение стратегических инвесторов желает быть еще лучше. Мы на эту тему говорили на моих встречах, визитах. Крупные инвесторы желают идти в Казахстан, не находят здесь своих партнеров. Мы говорили о том, чтобы создать специальный комитет. Вы это делаете. Следующее – продвижение экспорта. По Нурлы-жер, вот мы говорим, но можно достичь еще больших результатов, если заработали бы все инструменты как следует. Не до конца все это работает. Поэтому вот за все эти вопросы отвечает ваше министерство, и вы несете полную ответственность за выполнение этих важнейших экономических и социальных приоритетов нашей страны. Президент ел экономикасы үшін құрық теңіз порты мен Қорғас халықаралық шекаралық ынтымақтастық орталығының маңызы да зор деді. Сосын Нұрлы жер бағдарламасының аяқалысын оң бағалады. Соңында министрліктің жіті бақылауында болуы тиіс бірқатар мәселелерді атап, нақты тапсырма берді. Қазақстан үшін қажет экономиканың, өкіметтің істеп отырған жұмысының үлкен саласын басқаруды саған тапсырдым. Для этого все у тебя есть, барлығын өткіздік, қызметте болдың, жұмысты істедің, тәжірибе алдың, білімің бар, осының барлығын істейді. Оңай емес, өте үлкен жұмыс, үлкен сала, сондықтан өте әр салада жақсылап тұрып жұмыс істеу керек, нақты істеу керек. Министерствоның істеген шаруасы тура адамға барады, жанұяға барады. Сондықтан бұл тек қана сенің жұмысың емес, барлық әкімдердің жұмысы, жергілікті жерлерге бірігіп, барлық өкіметпен бірге жұмыс істеу керек.